алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам бешімдікі сапқа бойле мәлімат. Русия Федерациясының қанулары бойынша Ахмезжетте яқыланған Украин денізжілері үшін жаза тайынленуі бойынша махкеме топлашуы кечірілді. Олюм yolu, Невбетеке yol қазасы мамақ қою янында юз берді. Бұның себебі светофорның yoqluğudur. Меселенің мұқберлеріміз огрене. Таш деварындекі кыбы яшайыш, мамақ ве Васиет қасабыларының сәкенлері бір авта девамында ұшықсыз яшайлар. Русия регионларыны бірлештірген Полотно Победы серлевалы акция енді Ахмезжетке етіп келді. Бұл видегер хаберлер ақтабы зым яйынмызда сир етініз. Президент Владимир Путин Алмания канцлері Ангела Меркель или Украина арбиденіз флотының гемелері Русия сынарны қанынсы шекілде кечкенлері вақасыны музакире етті. Бұақта Кремльнің матбуат қызметі хабер етем. Телефон вастасынен кечірілген субет ФРГ мемлекетінің тешебюсыйлі ұлды Владимир Путин Украин тарапының провокацион әрекетлеріне қимет кесті. Пекеев оселялы құветлеріні толу шекілде арби азырлыққа кетіргеніні ве арби вазиет илян еткені себебінден қасветленгеніні бұлдырды. Владимир Путин қайдеткеніне Кореяда бұрдава яратылығының месулетлігі бұтынлы Украин реберлігіне түші. Оболе әрекетлер сайлап алдын компаниясынен бағлыдыр деп қайдыты. Русия президенті Берлин Украина кеметіні боле янлыш әрекетлер япмамасына тесір етер деген үмітіні бұлдырды. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов Петр Порошенконың Украинада арби вазиет көрсеткен ақтаки емеріні шуырсыз деп падлады. Боле сөзлерінен от дүниявын Украинаның юқары шурасы кечірген топлашуының нәтижелеріні тефсир етті. Аксенов қайдеткеніне көре Қырым сонки 4,5 ел девамында Киев тарафындан япылған провокацияларнен яшай. Бызым девлетіміздің сынырны бозмаға бір кімсегер өксет берілмей. Бұл іш үшін әркез жезаланacak. Cumhuriyet yolbaşçısının қайдеткеніне көре яқыланған епсі 24 денізжі Русиялы сыныржыларының сағлығы үшін чырақ яқмақ кереклер, чүнки шу инсанлар оларының сағлығыны сақладылар. Қатырлатамыз кеченлері юқары радамын мебуслары Украин президенті Петр Порошенконың арби вазиет көрсетме сақтаки қарарына қол тұттылар, ама евелден айттылғаны кібі арби вазиет 60 күнге дегілде, тек 30 күнге көрсетілді. Бұл Украинада президент сайлауларының мұддетіні башқа вақытқа кечірмемек үшін япылған иш екен. Украин арбилері Керіч боғазында кечірген провокацияларны Порошенконың президентлік векелетлеріні девам етірмек истегінен бағлы деп анлатыла. Акт агрессии в сторону России, получить либо очередной транш от тех западных институций, в зависимости от которых находятся сегодня киевские власти. Это возможность в случае достижения истинного замысла, провокация военного столкновения, получить прямой билет в НАТО. Возможность сохранения для господина Порошенко статуса КВО еще как минимум год, минуя выборы. РИА Новости информагентлігі Қараденізде Русия қаравулық гемесі Украинаның яны капу гемесіне қаршы навал деп адыландырылған ұсылының құланма видеосыны нешір етті. Видеода Украина гемелерінің экипажлары сыныржыларының тоқтамақ талапларына құлақ асмағанлары ве хафлы маневрлар бежергенлері көріне. Бөлелікнен олар зідиет вазиетіні яратылар. Федераль қавсызлық қызметі есе яқаланған гемеджілер провокацияны яратқанларыны өз бойынларына алғанлары ақта видеоны нешір етті. ФСБ хазимлерінің суалеріне уйкен лейтенант Андрей Драч, денізжі Сергей Цибизі ве учынжыран капитаны Владимир Лесовой жевап бергенлер. Денізжілер хабер еткенлеріне көре Русия ФСБ идаресінің сыныржылы қызметі девлет сыныры бозулғаны ақтауларыны тенбиеледі. Ама Владимир Лесовой айтқанына көре олар өзлері тоқтамадылар. Запросы по установке по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь. 23 числа получил задачу следовать маршрутом Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку. В пути исследования до города Мариуполь через Керченскую протоку мы зашли в территориальные воды Российской Федерации.
где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации. При остановке на якорную стоянку береговая охрана предупредила еще раз нас, что нужно покинуть территориальные воды Российской Федерации, выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений по нашего прохождения через Керченскую протоку. Бүгін Ахмеджетнің Киев район махкемесінде қыланған Украин денізшілері үшін жаза тайынленуі бойынша топлашып кечірілді. 12 қабатланған кемеже Керчтен пайтақтымызға кетірілді. Адвокатлар денізшілеріні Русия қанулары бойынша имай еттілер. Бұтын күн махкеме бинасында мұхбирмас Сабрия Алимова болынды. Тәфсилатлар ақтау бізге телефон вастасы еле хабер етті. Шымды Киев район махкемесіне 12 инсан кетірілді. Олар Русия Федерация 122 статья бойынша оларның ұшы бақылажақ. Уч махкеме бөлігінде Долгополов, Белоусов, Маложилянский қарарыны бекледжеклер ве белі олғаны кібі, бөлі кібі қанунсыз шейлер епқан инсанлар 6 елға қапсқанеге оғырмаға білелер. Әділежілер бұл арбелерін Русия Федерация қануны бойынша қорчалажақлар. Русияде сақ етілген меджлесінің тарафдарлары жинайтшілерге қол тұтмаға чағыралар. Бұл структураның сабық лидері Нариман Жилялов өзінің Facebook сәйфесінден Бердянск, Никополь, Яникапу арби кемелерінің денізшілеріне дестек көстермекті шібісейлі чықышта бұлынды. Бұл денізшілер Русия Федерациясының территориаль сувларында Петр Порошенконың сымарыш етілген провокацияны бежірділер. Өзінің Facebook сәйфесінде Украин АТР каналының генераль мудир муавина Айдер Муждабаев Қырым татарлары яқыланған денізшілерге санке қол тұтқанлары ақта хабер етті. Амақ междетте Киев махкемесінің бинасы өгінде тек 3 адам топланды. Олардың арасында Жилялов озу де бар еді. Бөлелекнен бұл құветлер Қырым татарлар арасында дестек қазанмағаны көруне, Қырым Жұмқұретінде олар сияси тижаретлер кечірмек мақсадынен чешіт айын ойынлар кечіріп оламайлар. Чоқысы Қырым татар жемачыларының қайдеткеніне көре, четел структураларының сымарашыны бежерген шу үшін сан бұтын халқының адындан лафетті оламайлар. Қырымда епсі этносве конфессиялар векілерінің ақуқуқлары Мусавейдір. Бұақта Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек Женева шерінде 10 тешкелятының Генераль Ассамблеясының топлашывында чықышта бұлынғанда білдірді. Парламентарий топланғанларға Русия Девид Жұмхуреті епсі милетлерінің Мусави имканларыны яратмақ үшін не япылғаны ақта тариф етті. Айрыдиқатны Руслан Бальбек Қырымдаки конфессия ара вазиетіне желпетті. О қайдеткеніне көре 2014-неден берлі чоқысы культ иншатлары дени жеметлерге қайтарылды. Бөлелекнен Ахмеджетлік қарайлар кенеде өзібадетлерінің қадимик кенасаларында кечерелер. Ахярлы католиклер есе оларға қайтарылған костелға қатнайлар. Кезлевдегі дервешлер текесі мұсылманларға қайтарылды. Космодемьяновский монастырде православ жеметінің мулкиеті олды. Мебус қайдеткеніне көре епсі мұсылман дени иншатлары да муфтиятның мулкетлігіне кечерелі. Были после 2014 года легализованы все мечети, чего не было сделано до 2014 года, и отсутствие правоустанавливающих документов позволяло религиозным экстремистским организациям бороться за контроль над культовыми объектами с целью распространения своей экстремистской идеологии. После 2014 года, после их легализации и передачи централизованной религиозной мусульманской организации, эта активность прекратилась. Бүгін Ялта айланма елінің мамақ көйіне яқын ерде мұшкул ел қазасы юзберді. Гурзовскай соқағына түшкенде BMW рабасының айдавжысы машинасыны идаре етіп оламады ве қаршы елға шықты. Нетижеде екі машинаға келіп ұрылды. Әлі қолғанлар олмады, мамақ көйінің сәкенлері бөле қазаларға енді чоқтан алыштылар. Елінің қафлы қысмында олар светофор ерліштірмеге талап етелер. Тәфсилатлы және беті келіп қамызда. Бұл қаза бүгін саба юз берді. Частымызға әлек олғанлар yok. Тек BMW машинасының айдавжысы зарар көрді. Мамақ қойының сәкенлері ел қазасы Гурзускай соқағының енішінде олғанына қувана алар, чүнки қасабаға яқын ерде олсайды, әлек олғанлар олур еді. Инсанлар бұл ерде чоқ ел кечелер. Как русская рулетка. Выехал, не выйдешь. Успеешь, не успеешь. Завернешь, не завернешь. Тыққанықлар, қазалар, яраланғанлар. Елның бұл қысмына айдавжылар өлім чатышмасы деп адлайлар.
Bunun da себебі эки учпенерлер olmağanının bağlı. Bu yerde olğan yol nakliye kazalarının foto ve videoları ile internet dolu. Onların çoxusu insanlar ölümü ile bitti. Aydavcılar учпенерлер yok. Kasabadan sol tarafga burulganda aydavcı süratini arttırması için yer yok deb açıklanalar. Сразу ты должен выходить на вторую полосу, левый ряд на скоростной. Это как вариант очень опасно, потому что здесь машины движутся, смотрите, какой скоростью. Все равно 60-70 тонн, а я должен выйти на этот скоростной левый ряд. Полосы разгона нету. Это самое такое. Здесь просто и разметка напрашивается правильная, и светофор обязателен. Эшев Сабитов айтқанына көре учпенерлер olmağаны себебінден bu yerde buyuk tıqınıq tizili. Bir adamны keçirmek için bir çok araba tıqanığı peyda ola. А я еду, большегрузный автомобиль, он же не будет ехать 20 км в час или 10 км в час, все время думая, сейчас там выскочит или машина, или будет выходить пешеход, или ребенок будет перебегать дорогу, и экстренно тормозить. А так, если он видит, что вот у меня, например, есть там 20-30 секунд запаса, я спокойно проскакиваю перекресток и иду, не останавливаясь. Nihayet Akimiyet Mamaq koyunda yaşagan sakinlerinin çoktan çok müracaatlarını eşitti. Kırım Cumhuriyeti Araba Yollar Hizmetinin mütehassısları mesele nizaret etili ve tez vakıta çizileceginde işandıralar. Вопрос находится на контроле. Значит, дали поручение подрядной организации Крымавтодор закупить материалы и установить данный светофор. Соответственно, значит, план выполнения работ это декабрь текущего года. Şimdilik ise Mamaq koyunun sakinleri yolda muqayt olmak gerekler çünkü dikkatsizlik neticesinde dehşetli kazalar olması mümkün. Таш девірінде көкібі яшайыш. Мамақ вегвасиет қасабалары электрик теменлевден кесілді. Он бенінсан ашларына атеш яқып пішірмеге мечбурлар. Бұл меселені мұхбирмыз Сабрия Алимова ұгренді. Просто со светом играются. Если 2 часа нет света, час дают. 10 минут дают, полчаса не дают. Это что такое? Строгановка касабасында бойле ышықсыз яшағанлар 10.000 инсан. Ерлі сакенлер пек ачуланалар, чүнки бойле проблема чоқ жылдан берлі текрарлана. Мамақ Вевасет касабаларының инсанлары чоқ вақыт давамында ышықсыз отыралар. Одын ағач ве нақлие аккумуляторлары. Оларның ярдымынен ышық проблемасыны чезмеге тырышалар. Делеверди Тановның тариф еткеніне көре район газнен теменденмеген. Оның үшін әршей ышықнен бағлы. Онен қызыналар аш пішірелер, сув қайнаталар. Қыш мевсімінде исе ышықлар сық сондырыле. Оның үшін адамлар арабаларының аккумуляторларыны құланалар. Вот мы сейчас в данный момент спасаемся вот такими вот приборами, преобразователями напряжения. Снимаем с машин аккумуляторы и вынуждены отапливать помещение вот такими вот приборами. Энергияның күч ақымы әр вақыт денші. Оның үшін кечкен елі бір қаш трансформатор көйді. Сакинлер ышық меселесіні чезмеге мүмкін олғаныны, амма диққатнен çalışmaq кереклігінде еминлер. Они должны какую-то профилактическую работу проводить, перераспределять мощности. Поэтому и не будет этого. Бүгінгі күнде Кубанская соқағындан Каменка қасабасыначы яны кабель хаты чекулювы бойынша ишлер бежерле. Бұл хатның ярдымынен Каменка ведигер қасабаларны ышықнен темелемеге имкан олacak. Данные работы будут продолжены еще на этой неделе, прогнозно до четверга. После завершения данных работ в микрорайонах Васиет и Мамах отключение электричества прекратится. Яңы электрик ағы тек Строгановка трансформаторның ішіні де келді, дигер ышық станцияларының ішіні еңгілештірджек. Да, біраз беклемеге керек. Бізді мұхберлеріміз бұл ішлерінің кетшатыны көзетіджеклер. Сабрия Алимова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмечит районы Кезлевесақ шерлері курорт алымлары бойынша кечірілген экспериментлерден оларны чықармаға режа еттілер. Бұақта Девлет Шурасының Шифахане курорт комплексы ве туризм бойынша комитетінің рейсі Алексей Черняк хабер етті. Бұның себебі қойылған вазифені бежірме қиын олғанында адар. Енді Булейхада ярмадамызның тек 4 курорт шері іштірак ете. Бұл Ялта, Алушта, Судах, ве Кефе шерлері адар. Хатырлатамыз Русия президенті Владимир Путин 2016 сенесі көзде Русия қануларына денішмелер көрсетмеге авали етті. Бұны денішмелер курорт топлам көрсетілігі елі бағлы. Бөлі шекілде қазанылған паралар мемлекетіміздің Шифахане курорт комплексінің инкешафына йоланылап білежек. Бөлі қануны Девлет Думасының мебуслары 2017 сененің июль айында қабул еттілер.
Қырымның милли медени мұқтаретлері инсан ақ құқықлары бойынша кечірілген ОБСЕ топлашығында іштирак етмек емде ярмадада қиқи вазиет ақта малыматыны еткізмек кереклер. Бөлі фікірні сентябрь айында халқара мейданчығында чықышта бұлынған жематчылар бүлдірділер. Бүгін олар Қырым Федераль университетінде жемат тешкілатларының векілеріне өз іштиракчилері топлашуға азырлықлары ве қайда тілівні насыл кечме кереклігі ақта тариф еттілер. У нас потенциал очень большой. Кырымдаки милли бірлешмелерінің имканлары бұйық ве біз оларны максималь шекілде құланмақ керекміз. Шу себептен Кырымда олған ақиқи вазиетні халқара мейданларында білдірмеге тырышачамыз. На внешних площадках мы плохо представлены. Тышқы мейданларда біз керегі кебі тақдым етілмегенміз. Ондан да башқа анда Кырымны Росияге қошуланғанынан сон олған алыны акс еттіреже Кырым татарлар етішмейді. Объектив шекілде вазиетні анлатачақ жематчылар жоқ еді. Көрушівнің сонында іштиракчилер фонд тешкіл етмеге теклиф еттілер. Бұл фонд халқара мейданлығына кефетлі ве мұнасип материаларны тақдим еткен векілерні юланылмасынен ұғраша жағы ақта білдірді. Полотно Победы адлы акция Русияның чешет регионларындан ве аттақ Русияден келген іштиракчилерні бірлештірді. Бір қачкон ішінде студентлер 20 шерні зиярет еттілер ве қарманларны қатырлап, Улы ватан женкінің абеделеріне чечеклерні қойдылар. Бүгін бұл акциях мезжетке де етіп келді. Тавсилатлы Джайнвер Аблязизның левхасында. Кырым Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinin konцерт салоны тек кырымлыларны дегилди. Бүтүн мемлекеттен ве якын четелден келген 250 мусафирны сагдырды. Олар Эпса Али окув юртларынын студентлери ве Полотно Победы адлы акциясынын иштиракчыларыдыр. Генчлер улуу ватан женкедеверинде вефат эткен арбийлерни анмак максадынен абиделерге чечеклер койдулар ве Полотно Победы деген желвелине яны адлар яздылар. Бу сырада Ахмезжит 21-ші шеер oldu. Полотно Победы, каждый из них делал 6×3 из бязевой ткани полотно, и на нем записывали имена, фамилии, отчества своих дедов, прадедов, в зависимости от возраста. Причем полотна записывали абсолютно по-разному. У кого-то это было структурировано, прям полотно смотришь, там такие каллиграфический почерк, видно, что они старались. У кого видно, что на ходу делали коряво, но главное, что это было от души, от сердца. Это, в принципе, то, чего мы хотели. Чтобы молодежь помнила, какой ценой нам эта победа досталась. Акциянын иштиракчылары инде 5 күнден берле yoldalar. Bu vaqt davamında ular avtobusnen keldiler ve yoku ne olganını bütünle unuttular. Ama oglerine koygan gayleri kuch bere. Bu birleşmek ve başka şehirlerle birlikte deşetli cenknin kahramanlarının hatırasını ebedileştirmek gayesidir. Hazırlangan konser programması yaş askerlerinin oyunları ve cenk akta şehirler, akıqi kara günleri hatırlattı. Я считаю, что самыми, наверное, душещипательными, самыми значимыми строчками моего стихотворения можно назвать следующие строчки. Два супербога, Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Почему именно эти строчки? Потому что эти строчки показывают нам то, что люди своими действиями порой они приводят к таким катастрофическим последствиям, гибельным не только для их народа, но и для всего человечества, которое потом очень трудно исправить. Москва Pedagogika Devlet Üniversitetinden kelgen studentler endi bir kaç yıldan beri Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinden işbirlik tutalar. Ular umumi merasimler keçireler ve tecrübelerinden paylaşalar. Bizim studentlerimiz geçen sene 50 insanlık takımının 10 gün Moskva forumunda iştirak ettiler. Неспроста, наверное, площадка КИПУ стала местом заключительного концерта. Мы вспоминаем о боевой славе и народов Крыма, в том числе и крымских татар, потому что крымские татары, как и все народы Советского Союза в свое время, были участниками Великой Отечественной войны. Çeşit cumhuriyetlerden kelgen misafirler Kırım ve Kırım Tatar yaşlarının leyhasında meraknen iştirak ettiler. Polotno Pobeda aksiyasının yekünleyici 22. noktası Karaman şehri sayılgan Akyar'da geçirilecek. Enver Ablaziz, Magomed Nisturov, Millet için. Sınırda tapılgan hazine Kırımda gümrükçiler Rusya vatandaşının arabasında 4000 denziyade deklarasiyası olmagan kuyumcu ilvanlarını taptılar. Bu haqta Idarenin matbuat hizmeti haber etti. Araba Ukrayna taraftan keledi. Bakov devamında mütehassislar arabanın yu kısmında cemidan ve rügzak taptılar.
Оларның içінде бала чантасы ве косметик кисесі бар еді. Илванлар да анда сақланған екен. Бұндан да ғайры ташлар ве чешіт элеклер сақлы чықты, ерші экспертизаға yollanıldı. Шымдылық бұл мәліматларының эпосы еді. Саат 21:30 кележек қаберлер программасына қачырманыз. Бұзылы олыныз.